Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде Шымкент қаласы номер 2 оқушылар сарайының YouTube арнасы Сырласу подкасты. Бүгін бізде қонақта номер 2 оқушылар сарайының карате үйірмесінің тренері, жетекшісі Әсет Рысханұлы келіп отыр. Әсет, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша, жақсы, шүкір Аллаға. Бүгінгі подкастқа шақырту алғанда қандай әсерде болдыңыз? Өте қуанышты болдым. Негізі шақырмай ма деген ой болған еді. Бүгін түсіп тұр екен сәтіміз. Иә. Бүгін көрісу күнінде сізбен көрісіп. Иә. Үйірмеңіз туралы, оқушыларыңыз туралы сұрайтын боламыз, өзіңіз туралы сұрайтын боламыз. Дайынсыз ба? Дайынбыз, иә. Жалпы сұхбатқа не берем деп ойлайсыз? Жалпы ойым сіздердің сұрақтарыңыз енді қалай болатынын білмедім, бірақ жаңа отбасы туралы, жалпы спортым туралы, қалай келдің деген сияқты сұрақ бола ма деген оймен келдік. Әрине, жалпы біздің Сырласу подкастының мақсаты осы тренерлерді, үйірмелерді, 60-қа жуық үйірме бар ғой енді, таныту ата-аналарға. Осы мақсатта ұйымдастырылған болатын. Және бізде тренерлер өте көп. Кімді шақыратынымызды ешқайсысы білмейді. Арасынан таңдап, өзіміз жетістіктері бар, жалпы ата-аналардың сұранысына ие, сұрап жүрген бір сондай тренерлерді солай шақырып сұхбаттасып жатырмыз. Енді бұл бағдарламада соңына таяп қалды, бірақ сізге бүгін сұхбатқа келу бұйырған екен. Енді ата-аналарға күштілеп тұрып айтып бересіз деп ойлаймын. Иә, жеткізе алмағанымызды осы жерде жеткіземіз деп ойлаймын. Иә. Жалпы бүгінгі осы мамандықты, осы спорт саласын таңдауға не себеп болды? Кішкентай кезіңізден таңдадыңыз ба? Қалай келдіңіз? Бұл салаға ең алдымен өзім туған жерім Мақтарал ауданы, жаңағы Атакент қалашығында дүниеге келдім. Сол жерден 4-ші сыныптан осы қалаға ауыстық. Есімде болса 9 жасында бастадым ғой спортты. Нұрсат мөлтек ауданы жаңадан ашылған. Сол жерде 80-ші мектептен жаңағы өзіміздің сыныптастарымыздың арасында карате ашылыпты деген нәрсе болды. Сонымен жаңағы үйдегілерге барып айттық. Осындай ашылыпты үйірме. Сөйтіп әкем ертіп апарды. Бірінші көрген ощущением жаңағы массовый бала и бәрі жаңағы тренировка істеп, бәрі бірдей. Сол эмоция берді ең алдымен. Содан кейін қызығушылық неғылып, қамай бара бастадық спортқа. Қызығушылық соған артып кете берді ғой ары қарай. Кейін осы жолды таңдап тренер болып кетем деген бір армандар, мақсаттары болды ма? Немесе басқа мамандыққа кетем, денем шыныққанша жаттығам деген сияқты оймен барған шығарсыз? Негізі спорт основной цель болған жоқ. Хобби ретінде барып жүрген, кейіннен жаңағы өзімнің ұстазым Карибаев Серік деген ағайымыз бар. Өте керемет кісі. Сол кісінің тәрбиесін 2 жыл алғаннан кейін уже көзқарасым өзгерді, былай айтқанда спортқа деген. Жаңағы денсаулықтан бұрын өзіңді тәрбиелеу, өзіңді жетілдіру, жаңағы бір жағынан пысықтық, бір жағынан жаңағы аккуратностьті үйрететін нәрсе, жалпы спорттың барлығы. Сол жағы қатты ұнады, жаңағы өзің жинап жүресің. Сонымен сол ұстазымызбен арғай ілесіп жалғастырдық. Негізі 11-ші сыныптан кейін жаңа военный болсам ба деген арманым болды. Баяғы кішкентай кезден бастап арман еді, но жаңағы спортқа бөлек көбірек мән бөлгеннен кейін жаңа ұстазым өзі Әсет, сен лучше осы бағыт таңдасаң дұрыс сияқты деген әртүрлі нелер болды. Сонымен осы карате тренер болып арғай оқуымызда дене шынықтыру және спорт бөлімін оқып тренер болдық. Қазіргі таңда балаларға жақсы білім беріп жатырық деген ойдамыз. Каратеден қандай жетістіктеріңіз бар? Каратеден жалпы
Жалпы үлкен кіші деп бөлмейміз, біз үшін жетістіктің бәрі жетістік. Өйткені мен білем, спорт саласында бір жеңіске жету үшін кішкентай бір жарысқа барсаң да 5-6 рет күресесің, турдан турға солай өтіп барып жеңіске жетесің. Өте үлкен еңбекпен келетін жеңіс. Еңбекпен келеді, ол ең алғашқы жарысым чемпионат области болды. Нұрсатта тұрамыз. Сол кез әлі есімде, жаңағы қолымда бір кубогым бар, бір медалім бар. Сонымен 4-ші этажда тұрамыз, шығамай уже әлсіреп не алған ғой уже. Сонымен әке-шешем мен кеш жатқанымды білмейді, кешке таман келеді деп отыр ғой. Обедке дейін ба? Жоқ, обед те бітті. Отырсам, жаңағы 3-ші қабатта бір ағамыз бар еді, жаңағы үлкен қызметте істейтін. Сол, балам, орның құтты болсын, қай жердің орын алдың, осындай каратэден. Сендей баланы көтеріп апару керек қой деп, жаңағы көтеріп 4-ші этажға дейін өзі көтеріп апарды. Сөйтіп әке-шешеме айтып жатыр да, бұндай баланы жоғарыға ұстау керек қой деп. Сол кезден бастап жаңағы әр нәрсенің өзінің сыйы бар екенін білдім да, түсіндім да, жаңағы қалай еңбек етесің, солай нәтижесін аласың да. Жаңа ел жұрттың саған деген көзқарасы жақсырақ болады деген ойдам. Чем ешнәрсе істемей, жаңағы құры жүргеннен гөрі сен өзіңе пайдаң тиетін болса, соның өзі үлкен бір үлес, әке-шешең үшін жетістік. Сол деп ойлаймын. Алғашқы жеңістің дәмі қанша уақыттан кейін келді ол? Қанша уақыт спортпен айналысқаннан кейін? 1 жылдай жарысқа барған жоқпыз. 1 жылдай толықтай залда дайындалдық. Бара салып орын алған жоқпын, конечно, барғаннан кейін ұтылу болады. Жаңағы бірінші бойдан ұшып кетесің, ұтылып қаласың. Одан кейін екінші жарысты көресің. Есімде болғаны 3-ші жарысымда 1-ші орын алып келдім. Сол чемпионат областидан 1-ші орын алып келдім. Кішкентай кубым бар. Сол әлі есімде. Одан кейін уже жеңіс те болды, жеңіліс те болды. Но жаңа 1-ші орын мен 3-ші орынның арасын бермей жүретін едім. Әйтеуір жүлделі орын асақ үлкен мәртебе еді үшін. Бірақ 1-ші орын алуға көбірек күш жұмсайтын едік. Бір белгілі бір уақыттардан кейін жаңағы нелерге тапсырады, белбеулерге. Белбеулерге тапсырады, ол белбеу жаңағы өзіңнің дәрежеңді көтеру ғой. Жаңағы ақ поястан басталады. Ол ақ поястың өзі жаңағы не мағына береді осы? Сары, қызыл деп. Ақ поястың өзі, мысалы үшін келген кезде, ақ поясты бірінші келген кезде поясқа тапсырмайды ақ пояста. Ол ақ пояс жаңағы киімнің өзінің ағаның өзі жетістік деп ақ поясты беріледі да, ақ пояс. Ал одан кейін уже сары 8 түрлі бізде белбеу бар. Әрқайсысы әртүрлі жаңағы бой істену дейді бізде. Ката деген неміз бар. Сол арқылы тапсырып дәрежесін көтереді. Ең жоғарысы қара белбеу. Қара белбеуден кейін уже дан деген кетеді. Данда уже мастер жаңағы шеберлігің өте жоғары деген мағынаны білдіреді. Бізге келетін оқушыларда тапсырады ма осылай поясқа? Бізде қазір осы жақында поясқа тапсырамыз. Сондай андай куәлігін береді, мынандай пояс сертификатын береміз, жаңа поясы беріледі. Балалар қандай сезімде болады? Балдар бір өзін жетілгенін біліп, андай мақтаныш сезімде болатын шығар. Үлкен мақтаныш сезімде болады, Алған кезде жаңағы кішкене жетпей тұрған бала уже белбеу алғаннан кейін мен осыған лайықты екенмін ғой, мен осыған лайықты жүруім керек, жаңа дұрыс істеуім керек деген стимулдың қазақшасын білмей отырмын, стимул пайда болады балаларда. Сөйтіп жаймен ары қарай уже жарыстарға барып орын алып, содан ары қарай кейбір жеңілісті көре бергеннен кейін беті қайтып қалатын балалар болады ма? Сол кезде қалай оларды жігерлендіресіз? Беті қайтып қалатын балдар болады, келесі жарыста міндетті түрде жақсылап дайындалып, міндетті түрде алуға тырысамыз деп балдарға толық қолдау білдіреміз.
Енді біздің кезімізде, сіздің кезіңізде мүмкін бұндай жарыстарға ақшамен баратын, ата-аналары үлкен ақша шығарып, иә. өз қалталарынан баратын. Қазір қалай жарыстарға қалай барасыздар? Қазірде тура сондай. Ата-аналар өз қалтасынан. Иә, ол проблема не алған жоқ. Сол жаңа старт взнос деген нәрсесі бар. Соны міндетті түрде төлейді. Одан кейін барып қатысады. Бір өкініштісі сол. Бір жағынан әке-шешесінен сұрауға да ыңғайсызданасың. Шығып тұрған баланы старт взнос деген сияқты нәрсені айтсаң, не үшін ол жаңағы бесплатно болмайды деген сияқты сұрақтар болады. Ол енді бұрыннан келе жатқан нәрсе, иә. Былай түсіндірем ата-аналардың көпшілігіне. Ол жарысты ұйымдастыруға жаңағы мекемені арендаға алады да. Иә. Соған төлейді. Одан кейін жаңағы медалін, кубогын, грамотасын барлығын алады. Судьялар бар жаңағы. Соған былай айтқанда соған бөлінетін ақша ғой. Ал басым көпшілігі жаңағы үлкен жарыстарда уже бала үлкен уже Қазақстанға шығып жатса, облыстың отборынан өтіп жатса, тегін барады. Тегін баруға мен өзім жаңа атсалсам. Өйткені ол спорт басқармасы бар. Сеп тұрған бала, ол арғай сенің атағыңды шығарады да. Не только жаңағы осы мекеменің де атағын шығарады. Жалпы спорттан басқа тағы неге қызығушылығыңыз бар? Немен айналысасыз? Спорттан басқа өнерге қатты қызығам. Иә, мен ән айтқаныңызды байқадым. Иә, ән айтамыз, бите билейміз. Жаңағы нағашы шағымызда сондай. Сегіз қырлы бір сырлы. Сондай шығар, иә, сегіз қырлы бір сырлы. Білмеймін, өзі сондай тартып тұрады өзі, өлең айтуға, өнерге, иә. Аспапта ойнай аласыз ба? Аспапта ойнай алмаймын. Бірақ ән айтасыз. Бірақ ән айтам, иә. Отбасында үлкенсіз ба, ортаншысыз ба, қалай? Отбасыда 4 бауырым бар, үлкен әпшем бар, одан кейін мен, одан кейін 2 қарындасым бар. Әкем дәрігер болып істейді, облыстық ауруханада, реаниматолог, анестезиолог ол кісі. Ал анам мұғалім. Қайсысы қолдады сіз спортқа барған? Әкем көбірек қолдады. Әкем өзі жас кезінде осы каратемен түрмен айналысқан екен. Жас кезде айтып үйретіп отыратын. Балам, мынаны бүйтіп істеу керек, мынаны сөйтіп істеу керек, ағайың сөйтіп көрсете ма, қалай? Әкеңізден көп қолдау болды. Не ғой, иә. Анам да үлкен қолдау береді, жаңа сөз жағынан. Балам, давай сен қолыңнан келеді. Жаңа үлкен басқа қалаларға кетеміз ғой, енді кішкентай болып кетеміз. О жақта әкең жоқ, шешең жоқ. Бір тренер, жаңа 30-40 бала өзің о жақта выживать еткің келеді да. Жаңа Ақтөбе, Қазақстанның барлық түкпір-түкпірін арладық. Бір жағынан қызық, бір жағынан қиыншылығы да бар. Шет мемлекеттерге шығып көрдіңіздер? Шет мемлекеттерге бардым, иә. Дубайға бардым. Одан кейін Турция. Өзіңіз неме? Өзіңіз спорт бағытында, иә, жаңағы әлем чемпионаты, Азия чемпионаттарына барып өнер көрсеттік. Ең үлкен жетістігім Азия чемпионатынан 3-ші орын алдым. Спорт шеберімін. Қазақстанның 3 дүркін чемпионымын. Халықаралық турнирлерде бірнеше рет орын алдым. Негізі кез келген спортсменнің несі ғой, жаңағы спорт шеберіне жету. Иә. Мақсаты ғой. Спорт шеберін алғаннан кейін арғай уже жалғастыра бергің келеді деген да. Жаңағы спорт шеберінен жоғары халықаралық дәрежедегі спорт шебері деген атақ, ол үлкен атақ. Соған жете алмай қалдық. Кішкене денсаулықтан сыр берді. Одан кейін жаңа әке-шешеміз болды, тоқтат, осы жетеді. Қатысқаныңа уже 9 жасымда қатысатын болсам, уже где-то 20 жылдай, 19 жылдың төңірегі болып, спорттың төңірегінде жүргеніме. Содан жаңа тоқтат болды, арғай тренерлігімді алып. Денсаулығыма сыр берді дегенде, травма ма не болды? Иә, травма болғанда енді әлі күнге дейін былай белгісіз ше, әлі де емделудеміз. Бәрібір спорттың зардабы бар екен. Жаңағы Нұрсаттан
Нұрсотта 10 жылдай тұрдық. Одан кейін 194 кварталда Пақтакөр мөлтек ауданына көшіп кеттік. Спортты қанша рет тастады еді сол кезде, 10 жыл ойнаған кезде. Болып жетеді, былай қарай ол кезде Арынбеков көшесі ашылмаған, айналып келетін жаңағы неге дейін, 18-ге дейін бір танысым машасымен жетіп алатын, 18-ден бері қарай Пақтакөрға дейін жаяу келетін. Қыс болсын, жаз болсын, көктем болсын, құштарлық қатты болды ма сол кезде. Сондай бір кездер болды. Тастай алмайтыныңыз сезіңіз. Иә, тастай алмайтынын сезіп, арға жалғастырып, Аллаға шүкір қазір соның арқасында оқуымыз да тегін болды студент кезімізде. Жаңағы аймақтық әлеуметтік инновациялық университетте білім алып оқыдық. Сол жерде жаңағы жарыстардан орын алып, 100% жеңілдіктерге ілініп отырдық. Ол университеттің өзінің жеңілдігіне іліндіңіз ба? Иә, университет. Сонда мемлекет тарапынан тегін оқу қарастырылмаған ба спортсмендерге? Ондай бар еді ғой? Ондай бар. Мұхтар Әуезов университетінде түспекші болдық. Бірақ бізде жаңағы спортсмендерде сбор деген нәрсе бар ғой. Иә. Көп қала берсең жаңағы отчисление істеп жүру мүмкін, или жаңағы үстінен кредит дей ма, не дейді, сондай төлейсің де лучше жаңағы частныйға кіре бер. Сол жақта жеңілдік істеп беруге тырысады. Сол жерден өзіңді көрсетесің, сол жерден жеңілдік алып не аламыз деді. Ал НТ-да мен басқа облысқа балым жетті, но Чимгент қаласында балым жетпеді, сол себепті осы жерде қалып, осы жерде оқуға бел байлап, осы жерде қалдық. Енді спорттан кете алмадым деп жатсың. Енді барлық нәрсенің соңы болады ғой, бірақ кейін бір 5-10 жылдан кейін басқа салада өзімді көргім келеді деп ойлайсың ба? Қай салаға баратын едің? Енді жүре көрерміз деген. Тренер болмасаң кім болар едің? Білмеймін ғой, енді бірақ өнер жағына. Врач бол, сен врачтың ұлысың деген сияқты ақыл айтқан жоқ. Иә, оны айтты, жаңағы әкем айтады, сен қолың ебі бар, неғып стоматолог болмадың, неге жаңа дәрігер болмадың деген нәрсе айтады. Бірақ енді таңдау осы болып тұрған шығар. Бірақ енді жалпы жаңағы армансыз адам жоқ қой. Арманым спортта арғай дамытып, жаңағы үлкен бір комплекс салып, балдарға тегін жағдай жасап, сондай бір мақсатым бар. Жарыстарына спонсировать етіп, жаңағы үлкен тұлғаларды шығарғым келеді, былай айтқанда. Менің ұлым да таэквондоға қатысатын, сол кезде солай айтатын. Мен өскенде балалар жарысқа апарам, спонсор болам деп. Жалпы бүгінгі сұхбатымызға келгеніңе үлкен рахмет. Өзіңді бүгін ата-аналарымыз басқа қырыңнан таныды деп ойлаймыз. Енді өйткені балаларын үйірмеге алып келген кезде олардың сөйлесуге былай уақыты бола бермейді ғой. Сондықтан осындай сұхбаттарда біздің жетекшілерімізді танып біліп жатады. Каратэ үйірмесі туралы бүгін жақсы ақпараттар бердің. Саған көптен көп рахмет. Иә, сізге де рахмет. Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.